Армысыздар ардақты ағайын, сәлеметсіздер ме? Қадірменді теледидар көрермендері, күн шұғылалы тәуелсіз еліміздің тағы бір жайма шоқ таңында дидарласып тұрғанымызға қуанышымыз шексіз деп, кезектегі бағдарламамызды бастаймыз. Біз бүгін Орта Тянь-Шанның Шатқал жотасының батыс бөктерінде орналасқан Паркент ауданындамыз. Аталмыш аудандағы Бостан ауылын байырдан мекендеген қандастарымыз ұлттық құндылықты құрметтеуден алдына жан салар емес. Тіпті ата жолын ар деп білген Дәулетовтер әулеті төрттіліктің тілін тауып, соның арқасында салт дәстүр мен әдет ғұрыпты дәріптейтін кәсібінде домалатып жүр. Ben o şehirde tuğulup, o şehirde atalarımızdan o şehirde tuğulup, o şehirde katta boğan. Ata babalarımız. Biz 6. yukarı çıkıp boğanız. 89. yıldan başlap Parkent avdanına öttük. Parkent avdanında boğanda Yekite sapkoz tuttu. Bizim Yekite o sapkoz, Şatqal, bunusu Bostan edi. 1800 yılları bizning katta atalarımız Şimkent'te Жаңабазар деген жер var. Söğürde жасағанда сол жерден kuş келген. Bir qora qo'y boğan, bir жылқысы boğan. O birinci atamız Tilevli boğan. Odan keyin Ukubay bo'lgan, Ukubaydan keyin Aqpan, Aqpandan keyin Azir, Azirdan keyin Japir. Shu Japir atalarımızdan tarqab, biz tarqagan ekan, bag'ana kelgan biz atalarımız. Sodan kelib, keyin o'sha yerda joylashgan. Кешегі көшпелі қиын қыстау кезеңде де ауызбірліктің арқасында өсіп өркендеген жергілікті халық туралы айтылар әңгіме көп. Бір ғана жазиралы жазықтық пен тау бөктеріндегі тасты түртіпте қалсаңыз, тарих туралы тебірене сөйлей кетеді. Сондықтан болар, бүгін қасиеті артқан киелі жердегі ынтымағы жарасқан ағайынның тыныс-тіршілігі айтарлықтай. Бұрынғы жасаған қарағанда әзірге жасап атқандарының арманы жоқ. Міне, мысалы үшін, әлгі президент фарман шығар, тәдбіркар бол. Мынандай қыл, жер ал, бай бол, деді. Осы президент ғанды. Ең қуаныштысы халқымыз тыныш. Айналасын заңғар таулар орап тұрған Паркенттегі тіршілікке табиғаттың тартуы көп. Бір ғана өсімдік әлемін алар болсақ, сайын дала мен таулы аймақтағы 1000-нан асатын өсімдіктің 200-ге жуығының көптеген ауруға емдік қасиеті бар. Табиғаттың қойнауы төрттілікті дамыту үшін өте ыңғайлы жер. Бұл мүмкіндікті жергілікті халық қаншалықты дұрыс пайдаланып жатыр. Ilgeriden ata-babamız şarvaçılıkla şoğuldanıp kelgen, жылқы, қарамал, қой, солардан пайдаланып, шаруаларын күн көріп келген. Қымыз, саумал қылып, ilgeri жергіліктен ата-бабамыз жылқыларды көбейтіп, мал шаруашылықты көбейтіп жүрген. Ilgeriden енді көбі сол жылқы манан көп шоғулданған, енді қарамалда жерлеріміз кең, сулы жер кәм болған үшін жылқы шаруаға көп ыңғай бергенде, кейін су келгеннен кейін бағдаршылықпен шұғылданды, егін салымдармен шұғылданып кетті халқымыз. Сондай бәрі жылқы мал, туралы қазақтар жылқы шаруашылықпен шұғылданады. Жарымдел егіншілік, жүзім, бау, алма баулармен шұғылданып, районымызда жүзім жақсы болған үшін көбі жүзімшілікпен шұғылданып жатыр. Сондай қазақтарымыз мал шаруашылықты өте жақсы көреді енді. Енді қазір соңғы кезде халық медицинаға адамдар көп жүгініп жатыр. Жылқыдан алынатын ең пайдалы өнім ол саумал дейміз ғой. Астанамыздан біраз жерден іздеп келетіндер көп. Қаншалықты сұраныс көбейді соңғы жылдары? Соңғы жылда осы коронавирустен кейін көп ұсыныс болып кетті саумалға. Шаруашылықтарыңызда сауын биелері нешеу қазір? Сауын биеміз 20 шақты сауын биеміз бар қазір енді. 5-6 тау қазір балаланды. Қалғандары құлындап енді әкелеміз барды жаңа сауынға. Қанша адам жұмыспен қамтамасыз етілген қазір сіздердің шаруашылықтарыңызда? Шаруаларымызда қазір бір неменен бір 20 адам шұғылданады. Малдың өзінде? Малдың өзінде бір 15 адам. Ақсақал, біздің пайымдауымызша бұл жылқы өсіру сіздің ата кәсібіңіз. Ал енді осы атадан үйренген кәсіпті кейінгі ұрпаққа, жастарға үйретіп жатқан шығарсыздар? Құда қаласында жастарға, балдарға, немерелерге үйретіп жатырмыз. Өзіміз аталарымыздың үйренгенімізді
қалай қарауды, қалай емдеуді өзіміз үйренгенбіз. Енді азындай балдарға, неберелерге осыларды үйретіп кеп жатырмыз енді қолдан келгенше. Ежелден қадір тұтқан жануардың бірі жылқы. Алғаш оны қолға үйреткенде қазақ. Жет қазынаның бірі саналған жылқы бала тәрбиесінде, әсіресе ер бала тәрбиесінде алар орны ерекше. Баланың бойындағы өжеттілік, батырлық, батылдық пен шымырлықты қалыптастыратын ат спорты бүгінгі жастар тәрбиесінде керек ақ. Мен есімім Бауыржан, мен 15 жастамын. Атқа қызығушылығым 5 жасымнан басталған. Атты қалай бағуды, қалай баптауды, қалай тәрбиелеуді маған көкемдер үйреткен. Бізде қазірде 10 шақты атымыз бар. Көкпарларға барамыз. Көкпарға 5 жасымыздан бері қызығамыз. Біздің ауылда көп көкпар болады. Ат спорты сол ата-бабамыздан қалған ойын болған үшін жалғастырып келеміз соны. Көкпар шабатын аттарды түрлері көп. Мысалы, атты 3 ай шілдеде бағып, семіртіріп дайындаймыз. Сосын оны сауытамыз 40 күн. 40 күн сауытып, қыста күзде көкпарға алып шығамыз аттардың бәрін. Алдағы жоспарымыз осы аттарды бәрін баптап, жақсы ат шығарып, көкпарда шауып, ең үздік салымдарды салу. Менің қазағым елі жомарт жері кең, пейілің дархан даласына телген. Менің қазағым иманыңа берген, сондықтан ырыс бақ кетпеген төріңнен. Қазағым шарқылдаған алдаспан, ер бабалардан батырлығы жалғасқан. Менің қазағым он пернені дәл басқан, өмір думан, көңіл күй ән дастан. Азияның әлемге ай барысың қазағым, жығылмаған түркінің байрағысың қазағым. Бауыр тұтқан баршаны жайдарысың қазағым, тектіліктің тұмадай қайнарысың қазағым. Менің қазағым мың жығылып мың тұрған, барыстай алғыр бойда намыс бұлқынған. Менің қазағым жанарына нұр тұнған, қырандай күшті тек биікке ұмтылған. Азияның әлемге ай барысың қазағым, жығылмаған түркінің байрағысың қазағым. Бауыр тұтқан баршаны жайдарысың қазағым, тектіліктің тұмадай қайнарысың қазағым. Менің қазағым ұлы қонған атқа жас, айдай аруақ ардың жібін аттамас.
Қазақта еңбегі жанғанның тоқтысы егіз туады деген сөз босқа айтылмаған. Саналы тәрбие алған, әсіресе алқымы адал баланың болашағы қашанда жарқын. Ағайынды Дәулетовтердің ғана емес, апалы сіңлілі Дәулетовалардың да үлесі үлкен. Ұлттық тағам дайындайтын дәмханадан бүгін орын табу оңай емес. Осы үйдің қызымын, Оралдың Төртбайдың небересімін. Ұлы жүздің қызымын, Ақкөңірдек Сіргелі болады руымыз. Неше жылдан бері осы қамырмен шұғылданып келеміз. Жастығымыздан, жас өспірім пәйтімізден бізді әке-шешеміз осы қамыр салуға, ет пісіруге үйреткен. Ол әрбір үйде болатын жұмыс. Қамыр салып, ет пісіріп, ол қазақтың ең біріншілерден ұлттық тағамы болып тартылады. Қамырды иленуіні бабымен істеу керек. Сонда ғана қамыр жақсы шығады. Қамыр бабымен иленбесе, ол қамыр жақсы шықпайды ол. Ешқашан. Қамырға сол өзіміздің тұз, жаңағы ең жоғарғы сапалы ұнымыз істетіледі. Кейін қайнап тұрған жаңа етімізден соның сорпасынан бір 3-4 ожаудай құямыз. Тұзын әтшілеу қылып, тұзды жақсылап салып, илейміз. Барлығы қолдың күшіменен істелінетін тағам. Неге мән беру керек? Бірінші орында тазалық болу керек. Жаңағыдай басыңда орамал, қолдарың жуылған, барлық нәрсе таза болу керек. Біздің естуіміз бойынша қамырдың жаңағы дәмді суіне немесе бабында иленуіне ол жаңағы илеп жатқан адамға да пайдасы бар деп айтады ғой, денсаулығына. Иә, бұған күш керек. Біріншіден күш керек. Екіншіден бұны қызығы билеу керек. Оны осы тағамды осынша адам жеп жатыр, осынша меймандар жеп кетіп жатыр деп, жаңа қызығыспенен осы менің қолымнан шыққан иленген қамыр 100-200 адамның дәмді ауқаттануына себеп болады. Алдын ала тапсырыспен келетін тұтынушылардың арасында шекара асқандар да көп. Қазақтың иісі алыстан аңқитын 3 ет дайындайтын асхана бар. Асхана емес, кәдімгі заманалық үлкен дәмхана дерсіз. Соның екеуі жарықтық Орал ақсақалдың ұлдарына тиесілі. Осы жерде өсіп өніп, осы жерде бие сауып, қорытмай, сүзбелермен алысқамыз. Не жастық болса, осы жерде өткен ауылымда бәрі жақсы қыздар. Осы жерде өсіп өніп, уақытысында ойнап күліп жүрдік бәріміз. Шетел асып келген қонақтар, өзіміздің Ташкент қаласының қонақтары барлығы осындай қазіргі табиғи өнімдерді, табиғи қолдан жасалған тамақтарға талабы артып барып жатыр. Соның үшін біз осы қылып жатқан ісімізден, бейнетімізден ырзамыз. Осынша адам келіп осы жерден дәмімізді, тұзымызды татып, бізге рахмет айтып кетсе, біз оған қуанамыз. Атмосфера үшін келеді. Осы жерде осы отауларымызда адам енді кіріп тамақ жеген болса да бір сағаттап күтуге ырза отаудың ішіне кіріп, олар да осы сезіну үшін осы қазақилығымызды, отаудағы жасауларымыз қазақилықтың нелерін білдіріп тұрады. Ою өрнектер, мынау төсеп қойған көрпешелерімізге шейін оюлы, өрнекті. Кірген адам осы отауда қазақилықты сезініп, рахметін алғысын айтып кетеді. 6 қанатты киіз үйлер тігілген, самаурында шай қайнап, қымызы сапырылған, ал дастарханға құрт майы мен бауырсақ тартылған. Шаңырақтағы бұйымдардың барлығы қазақтың бай мәдениетінен сыр шертетін аталмыш үйлерде қазір күніне 2000-нан астам адам дәм татып жүр. Шешеміз бен әкеміз бізді тәрбиелегенде осы туырлыққа тәрбиеледі. Барлық адамдарға жәрдем беруге, келген адамдарды жақсы қонақ күтіп алуға жас кезімізден тәрбиеледі. Небере шөберелерін де соған қазір тәрбиелеп жатыр. Бізде 1000-ға жуық адам кеп кетіп жатыр. Дастархандарымыздан дәм татып жатыр. Тіпті Өзбекстан емес, Қазақстан емес, шетелдерден де, Туркия, Америкалардан, Россиялардан, тіпті Корея, Қытайлардан кеп жеп жатыр бізге. Біздің ұлттық тағамдарымызды көп интернет жеңістеріне шығарып жатыр. Бізге келетін келушілер тек тамақ емес, мына біздің табиғатымыз, мына таза ауамыз, қазақтың дәстүрлерін көруге де келіп жатқан адамдар бар. Сапар барысында қаладан алыстан ат арылтып, асқар тауларға қарай бет алған жолаушыларды көрдік. Жөн сұрасақ, олардың көздегені табиғат қойнауындағы киелі көл екен. Бізде түсірілім топпен көшке елестік. Көздеген мекенге жетіп, көрдік, білдік, таныстық. Тау бөктерінде ғасырлардан сыр шертетін бірнеше тарихи орындар бар екен. Соның бірі Қажы көл.
Жергілікті халық айтқан дәйекке сүйенер болсақ, кезінде ағайынды екі жігіт мұнда өмір сүреді. Дінге берік, ислам мен шариғат шарттарын қатаң ұстанатын әлгі жігіттер қажамалын орындаймыз деп ұйғарады. Сөйтіп, қолда жиған бар малын жоқ жітікке таратып, елдің алғысын алады. 7 жыл сапар шеккен әлгі жігіттер қажы атанып келген соң, осында 7 күн ас береді. Дәл сол күннен бастап, мұнда жаңбыр жауып, аспаннан Алланың нұры төгіліп, осы көл пайда болыпты деседі-міз. Міне содан бері тіршілік көзі ашылып, осындағы халықтың ырысы артып келеді. Қазір қаладағы күйбең тіршіліктен шаршаған халық мұнда келіп, демалып, рухани азық алатын мекенге айналған. Иә көрермендер, куәсі болып тұрғаныңыздай, бүгін Бостан ауылындағы ағайынның ынтымағы жарасып, ырысы артып тұр. Қоштасар алдында осындай киелі жерден сіз көрермендерге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілей отыра, бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Ендеше көріскенше күн жақсы ағайын. Аспанымыз әрқашан ашық, күніміз қашанда шуақты болсын. Жақсы қандай да қамқорлығы таудайды, қалқам деп шықса